Hello dears, how are you? Қазір біз сіз өмірде жиі қолданатын етістіктерді үйренетін боламыз. Бірінші үйретім келетін етістік buy a car немесе buy something, яғни бір нәрсені сатып алу. Buy деген біздің сатып алу. Егер зат саналатын болып біреу болатын болса and қоясыз артиклді сөйтіп айта бересіз. Мысалы buy a car машина сатып алу, немесе тағы бір айтуға болады buy a ticket мысалы деген не билет сатып алу деген мағынаны береді. Buy дегеніміз яғни сатып алу деген мағынаны береді. Келесі үйретім келетін сөз call. Call дегеніміз негізі шақыру мағынасында да қолдануға болады, немесе біреуді атау мағынасында қолдануға болады. Және де үшінші мағына негізгі көбіне қолданылатын мағына қоңырау шалу деген мағынаны береді. Call, мысалы, сен маған қоңырау шала аласың ба десем, can you call me please? Яғни сен маған қоңырау шала аласың ба? Call. Немесе I called him today, мысалы деген, мен оған бүгін қоңырау шалғанмын деген мағынаны береді. Яғни call. Call дегеніміз қоңырау шалу. Келесі үйретім келетін сөз drive. Drive дегеніміз көлік жүргізу деген мағынаны береді. Drive a car. Не? Ол машинаны айдау. Drive a bus десе, яғни автобусты айдау деген мағына береді. Drive. Келесі үйретім келетін сөз find. Find дегеніміз табу. Мысалы, сіздер MacBook-тардан finder деген тұрады, яғни табушы деген мағынаны береді. Find дегеніміз табу. Енді оны сөйлемде қолданысын үйретіп көрейін. Мысалы, find a parking space, яғни парковочный орынды табу. Ол бірінші мағына, яғни сөйлемді қолданатын болсақ. Немесе I find a coin. Мысалы, мен тиындар тауып аламын деген мағынаны береді. Find деген табу мағынасында болады. Келесі үйретім келетін сөз forget. Forget дегеніміз яғни ұмыту деген мағынаны береді. Мысалы, forget about something десе бір нәрсе туралы ұмыту. Мысалы, айтып көрейік. Мысалы, I forget, мысалы, people's name. Яғни мен адамдардың аттарын ұмытып қаламын. Немесе I forget, не дейміз тағы бір? Мысалы, жоқ бедек. I forget about my lessons. Яғни мен өзімнің сабақтарым туралы ұмытып кетемін деген мағынада. Forget about something десе бір нәрсе туралы ұмытып кету деген мағынаны береді. Келесі үйретім келетін сөз, яғни табу. Табып бастан бұрын адам не істейді? Іздейді. Іздеу деген сөз үйретім келеді. Іздеу look for. Look for, яғни іздеу. Мысалы, I look for a key. Мысалы, мен кілтімді іздеп жатырмын деген мағынаны береді. Жалпы кілтті іздеп жатырмын деген мағынаны береді. Look for something. Мысалы, I look for a coin. Яғни мен тиынды іздеп жатырмын деген мағынаны береді. Келесі үйретім келетін сөз есте сақтау. Мысалы, көбіне мынандай жазуларда көрсеңіз remember деп тұрады, яғни есте сақта деген тұрады. Яғни бір машиналардың нұсқаулықтарында remember деген тұрады, есте сақтау. Мысалы, remember my name, менің есімді сақта. Түсінікті ғой, remember, яғни біреуге бір ақыл айтқан кезде де қолданады. Келесі үйретім келетін етістік ол sing. Sing дегеніміз ән айту мағынасын береді. Sing a song десе ән айту дегенді береді. Sing деген ән айту. Sing. Мысалы, I sing a song. Мысалы, мен ән айтамын деген мағынаны береді. Немесе, my brother sings a song. Менің ағам ән айтады. Яғни ол жерде my brother деген етістікке s жалғадық. Өйткені үшінші жақта s жалғанады. Келесі үйретім келетін сөз take a photo. Яғни суретке түсіру деген мағынаны береді. Take a photo. Яғни суретке түсіру. Енді мысалы айтып көрейік. Can you take a photo of me десе, яғни сен мені суретке түсіре аласың ба деген мағынаны береді. Take a photo of someone, яғни біреуді суретке түсіру деген мағына береді. Келесі үйретім келетін сөз talk. Talk дегеніміз екі адамның сөйлесуіне байланысты айтылады. Talk. Мысалы, talk to your brother, яғни ағаңмен сөйлес. Мысалы деген, I talked to my mom, яғни мен анаммен сөйлестім деген мағынаны береді. Talk. Яғни өзіміз күнде фильмде, телевизорде, мысалы, talk-show деген бар ғой, содан шыққан. Яғни talk сөзінен шыққан. Tell. Одан кейін енді қараңыз, talk деген екі адамның сөйлесуі болса, tell деген ол бір адамның екінші адамға бір нәрсені айтуы. Мысалы, tell someone secret. Мысалы, біреуге сырын айту. Мысалы деген, I tell him my secrets. Яғни мен оған өзімнің сырларымды айтамын деген мағынаны береді. Келесі үйретім келетін сөз көбіңіз білесіздер, бірақ білмей қалмау үшін айтып жатырмын, ол use. Use дегеніміз қолдану деген мағынаны береді. Мысалы, компьютерларда user деп тұрады, яғни қолданушы деген мағына.
Мысалы, менің компьютерімді қолданба десе, don't use my computer. Яғни менің компьютерімді қолданба деген мағынаны береді. Use, қолдану. Келесі үйреткен сөз wait. Wait дегеніміз күту деген мағынаны береді. Wait for a bus, яғни автобусты күту. Wait for someone, біреуді күту деген мағынаны береді.